Салам достар, алейкум, қалайсыңдар, сіздермен Зая Құлымбет. Бүгін жоспарсыз видео, ешқандай бір жоспарсыз. Кәдімгі майкамен жүрмін. Былай айтқанда шашым да өсіп кетті. Примерно шын айтқанда шашымды бір 2,5 ай алған жоқ шығармын, бір 3 айға таяу келіп қалды. Примерно көріп тұрсыздар, қай жаққа түсіп кетті шашым уже. Кәдімгі ұзын шашым мынандай. Көбінесе бас киім киіп жүремін. Одан кейін соңғы кездерде менің шашым көп түсетін болды, білмеймін, оның не себеп болып жатыр, может бір типа наследственно дейді, наследственно шашым көп түседі, бірақ шашым соңғы кезде жуған кезде көмес түседі, сол себепті мен шапка киіп жүрмін. И особо қазір пока шашымды алатын план жоқ, енді карантин біткесін шет жағын алып, ортасын әлі өсіремін ба деген ойдамын. Одан кейін сақалымда біраз уже 2,5 ай немесе 3 ай ма болды. Шын айтқанда январдан бері алған жоқпын. Январ, февраль, апрель, март или март, апрель. 4 ай болды уже, примерно 4 ай. Сақалымда көп қаншасы мынандай ұзын болды уже. Енді ұзын болған сайын артқа тартылады. Пока өсіремін, пока білмеймін, енді бір эксперимент жасап көріп жатырмын. Кішкене бір әдеміреп, может барбершопқа барып та, ол жан пока неизвестно. Бүгін сөйтіп жоспарсыз видео, одан кейін сіздерге өзім пока кішкене бөлмемді таныстырайын деген. Мен яқта өзім ұйықтаймын. Мына ұйықтаймын. Мына терезені бір жетін жауып қойғам, бір жетін жауып қойғам. Таңертең батқанда күн түскен кезде кішкене болсын деп, көп түспесін деген сияқты. Бірақ енді білем, соңғы кезде жазға таман күн ысиды ғой, ысыған кезде как-то не болады да, бөлме қатты ысып кетеді, сол кезде кішкене салқын болсын деп не істеп қойдым. Одан кейін мен шкаф. Кстати, достар, менің көзім минус екен, минус 1/4. Енді соңғы рет өлшеген кезде минус 4 болған, енді бір алдыңғы жылдары. Қазір минустан кішкене 4-тен асқан шығардың ойдамын. Соған қарамастан қазір көзімді тоже емдеуді қолға алайын деп жатырмын. Себебі отчетсыз, то есть сіз егер мен отчет салмасам кішкене босап қаламын. Сол себепті болашақта тоже көзімде емдеуді, упражненияларды немен жасайын деп жатырмын. Примерно отчет ретінде видеолар YouTube-қа салып, одан кейін плейлистті мен бөліп қоямын. Болашақта мені өзім былай көп нәрсе қызыққандықтан, мысалы Инстаграмға қызығасың, финансовая грамотность, қазір брокерский не ашайын деп жатырмын, кстати, достар, Freedom Finance-тан. Не ол брокер деген не? Брокер деген примерно қазір сіздерге жақтан сайтын ашып көрсетейін қазір. Так, міне, қазір көріп тұр ма екен? Осы Freedom Finance деген сайт. Осы Freedom Finance-тан қазір жазуы көріп тұр ма? Так, Freedom Finance деген, брокерский не. Былай айтқанда акция, облигация, фьючерсы, сондай темалар. Ол жағын қазір кішкене зерттеп жатырмын. Былай айтқанда бәріміз білеміз, кез келген Forbes-та тұрған адамдар, миллиардер, Уоррен Баффеттер, солардың бәрі акция жайлы әңгіме қозғайды. То есть Coca-Cola'ның акциясын сатып алған, немесе біреудің акционері, көптеген компания, мысалы көп компания бар ғой, Apple компания, Coca-Cola, Disney, қазір басыма көп келіп жатыр, Starbucks, тағы басқалар. Солардың акционері сіз бола аласыз, егер де оны қалай сатып алу керектігін білсеңіз. Оны сатып алу үшін бар жоғы брокерский счет ашу керек. Содан кейін сіздер акция сатып аласыздар. Сондай, соғымен қызығып жатырмын. Одан кейін спорт жағымен тоже не істеп жатырмын, себебі спортсыз айтқанда өте қиын, спорт керек. Сол себепті менде гантель 2,5-нан аз ғана гантель. Былай айтқанда мен қазірше былай не емес, енді бір качок болған емес. Қазірше кішкене былай бұлшықеттерімді в тонусы дейді ғой, бұлшықеттерімді в тонусы ұстауға тырысып жатырмын. Ары қарай уже кішкене может килограмм қосып, гантельмен килограмм қосып, кішкене уже мышцаларды өсірерім деген ойдамын. Қазір енді арықтамын, шын айтқанда қазір енді особо мышцы бар деп айта алмаймын. Чуть-чуть бір өзім тонуста тұрмын. И маған қазір көмесе кез келген адамдарда егер минус болса көздеріңізде, оларға көп қатты нагрузка түсіруге болмайды. Сол себепті мен қазір кішкене көзге нагрузка түсірмей,
ақырын жасап жатырмын. Так, примерно тағы не айтуға ұмытып кеттім достар. Енді бұл видео на расслабоне достар, просто на расслабоне, карантин, Алматыда примерно терезеден анасына вид ашылады көбінесе. Ағаш, короче, ағаш гүлденіп жатыр, алма ағашы. Дала, короче. Осындай тема достар. Каналыма тіркеліп отырыңыздар, лайктарыңызды қойып отырыңыздар, бұл мен үшін өте маңызды. Кстати, Олимтрейд тоже анда-санда Олимтрейд жайлы тоже темалар қозғаймын. Енді өздеріңіз білесіздер, мен барлық теманы қызыққандықтан менің YouTube каналым бір ерекше канал болады деп ойдамын. Себебі барлық теманы қозғағым келеді. Там экономикалық жағдай, қазір не болып жатыр Қазақстанда, карантин, коронавирус қазір болып жатыр, ақшалай қаржылық, финансы, там қайда инвестиция жасау керек. Былай айтқанда мен өз каналыммен бірге өзім дамығым келеді. То есть қазір мен былай айтқанда бір енді ақшалай бір не деп айта алмаймын өзімді, бірақ соған бір жеткім келеді, чтобы ақша пассивно маған түсіп отыратындай, сен жұмыс істемесіне түсетіндей да, и сен өзі рахаттанып әлемді шаралап деген секілді сондай темамен. Сол арқылы мен YouTube каналымда сіздермен бірге дамығым келеді. Солардың отчеттарын бәрін салып, қайда не істеп жатырмын, қайда ақша салып жатырмын. Кеше, кстати, мен криптовалюта сатып алдым. Бір лайткоин сатып алдым. Оған дейін жинаған ақшаларым болған. Ай сайын 2-3 мың теңгеден, 5 мың теңгеден салып қоясың. Солардың ақша жиналып қалған бір ақшадан кішкене алып, сол лайткоин сатып алдым. Сөйтіп кішкене қазір не істеп жатырмын. Сондай достар, короче, осындай кішкене лайтовый видео болды. Каналыма тіркеліп отырайық, лайктарыңызды басып отырайық. Сіздермен Зея Құлымбет, қарапайым қазақтың баласымын. Сол себепті қолдап отырыңыздар. Болашақта бірге дамаймыз, бірге өсеміз, бірге көркейіп, Қазақстанды бірге дамытамыз деген ойым бар. Кстати, достар, ұмытып кеттім. Оразаларыңыз қабыл болсын. Сонымен достар, қазір аузымды бекітіп болдым. Қазір ұйықтаймын, ұйқы қатты қысып тұр. Ертең кездескенше. То есть бүгін кездескенше. Кім ораза ұстап жатыр, соларға сабырлық болсын. Мен де ораза ұстап жатырмын. Таңертең кішкене кейде болады. Таңертең кешін ұйықтамайсың, оразанды ашасың, одан кейін таңертең ұйықтайсың. Ерте ұйықтайсың, таңертең тұрасың, қиналып тұрасың, аузыңды бекітесің, потом барып ұйықтап қаласың. Әрі қалай келіп отыр. Сол себепті ораза ұстаған адамдарға оразаларыңыз қабыл болсын достар. Чау, чики-пау. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен болған Зея Құлымбет.